Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім ежелден бері қазақ халқының негізгі руларының бірі саналған Жалайыр елінің тарихына арналады. Егер сіз Жалайыр руының тарихын орыс тілінде көргілеріңіз келсе, осы видеоның описаниясына кіріп, сол жердегі сілтеме бойынша көрсеңіздер болады. Сөз басында айта кететін жай, Жалайырлар тек қазақ емес, сонымен қатар моңғол, бурят, қарақалпақ, өзбек, хазар халықтарының қалыптасуына да атсалысты. Ал ендеше біз бүгін Жалайырдың қазақ тарихындағы рөлі туралы айтатын боламыз. Сонымен бастаймыз. Жалайырдың қазақ тарихындағы рөлін түсіну үшін бірақ қана мысал келтіре кетейін. Қазақ даласында мерекелер өткізілген кезде, немесе атақты қазақтың байлары ас берген кезде, арамызда Жалайырдың баласы бар ма деген сұрақ міндетті түрде қойылып отырған. Және де жиналған қонақтардың арасында Жалайыр руының өкілі болса, онда ол ең құрметті орынды иеленіп, бірінші болып сөз сөйлеуге құқылы болған екен. Яғни Жалайыр баласы қазақтың арасында үлкен бедел мен құрметке ие болған деп айтуға толыққанды негіз бар. Бірақ Жалайыр осындай құрметке ие болуының себебі неде? Бұл сұрақтың жауабы әрине Жалайыр руының терең тарихында жатыр. Ендеше Жалайыр деген кім және оның күні бүгінге дейін қазақ тарихындағы орны қандай? Осы сұрақтардың жауабы білу үшін осы бейнеролигімді аяғына дейін көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ел арасындағы сақталған аңыз әңгімелерге қарасақ, Жалайырдың негізін Жансақал Жанпоз деген батыр қалаған дейді. Осы Жанпоз бір күні жергілікті хан ұйымдастырған тойда керемет батырлығымен және батылдығымен көзге түскен екен. Мысалы, жалаң қолмен жалғыз өзі жолбарысқа қарсы шығып, оны буындырып өлтіреді екен. Осыдан кейін Жанпоз палуандардың сайысына да қатысып, атақты палуандардың барлығын тізе бүктіреді. Сонымен қатар жабайы айғырға жайдақ мініп алып, оны үйретеді дейді. Және де тура осы айғырға міну барысында оның жалын мықтап ұстап алып, әлгі айғыр қанша тырысса да оның үстінен құламай қояды. Міне, Жанпоздың осындай қайраты мен ерліктеріне әбден сүйсінген хан оған Жалайырған батыр деген лақабат беріп, бұдан былай осы батырдың бүкіл руы Жалайыр деп аталсын деген бұйрық береді. Міне, ел әңгімесіне сүйенсек, Жалайырдың тарихы осы батырдан басталады екен. Ал енді тарихи құжаттарға қарайтын болсақ, моңғол тарихшысы Санан Сесеннің айтуы бойынша, Жалайыр руы шығыс түркі қағанатының негізін қалаған рулардың бірі болған екен. Санан Сесеннің айтуы бойынша, 13 ғасырдың басында Жалайырдың саны 200 мыңнан асып, сол кезеңдегі ең үлкен түркі рулардың біріне айналады. Тарихи аренаға Шыңғысхан шыққан кезде оған алғаш болып қолдау көрсеткен осы Жалайырлар болады. Жалайырлар ханның Қытайға, Тибетке, Түркістанға, Парсыға жасаған барлық жорықтарына белсене қатысып, Шыңғысхан империясының пайда болуына өте үлкен үлес қосады. Нәтижесінде Жалайырлар Шыңғысханның абсолютті сеніміне ие болады екен. Мұны бірнеше фактілерден көрсек болады. Бірінші кезекте бұл ханзада, Қытайдың әміршісі деген атаққа ие болған, аты аңызға айналған Жалайыр Мұқылай. Мұқылай Шыңғысханның сеніміне ие болғанның дәлелі, империяда ол тіпті ханның бала-шағасына әмір беруге құқылы болып, өз басы ешкімге тәуелді болмай, Қытайды толығымен өз алақанда ұстаған дейді. Келесі Жалайырдың көрнекі өкілі Шыңғысханның бұйрығымен Үндістанды жаулап алуға аттанған Жалайыр Баланоян. Сонымен қатар Жалайырдың баласы Шыңғысханның бас биі Мұңқасар Ноян және жоғары кеңесшісі Дармала Ноянда болғанын атап айту керек. Жалайырдың ықпалын көрсететін тағы да бір жай, мысалы Шыңғысхан өзінің тақ мұрагері Өгедейді тәрбиелеу,
тура осы жалайырларға тапсырған екен. Және де Шыңғысханның астанасы Қарақорым қаласын негізінен күзеткенде осы жалайырлар болған екен. Бұның барлығы жалайырлардың Шыңғысхан дәуірінде қандай үлкен ықпалды болғанын көрсетеді. Кейін 1224 жылға қарай Шыңғысхан өзінің жорықтарын тоқтатып, жаулап алған жерлерін бөлуге кіріскен кезде жалайырлар ханның бұйрығымен төртке бөлінеді. Жалайырдың алғашқы тобы Қытайда қалып, сол жерлерді толығымен жаулап алуға бағытталады. Жалайырдың екінші тобы Шыңғысханның үлкен ұлы Жошының оққағары болып тағайындалып, Дешті Қыпшаққа көшіп кетеді. Жалайырдың үшінші тобы Шыңғысханның екінші ұлы Шағатайдың тірегі болып, Ходжент қаласын айнала қоныстанады. Төртінші жалайыр тобы Таяу Шығыс пен Батыс Азияны жаулап алуға жіберіледі. Міне осылайша жалайыр руы Шыңғысхан империясының барлық жеріне кеңінен тарап кетеді. Ең қызығы, жалайырлар Шыңғысхан өлгеннен кейін де ықпалынан айырылмайды. Мәселен, жалайыр көсемдерінің бірі Бахрам, Ақсақ Темірдің ең жақын серіктерінің біріне айналса, жалайырдың тағы да бір көсемі Бұзық Хасан 1340 жылы өзін Ирак сұлтаны деп жариялап, жалайыр мемлекетінің негізін қалайды. Кейін Бұзық Хасанның ұрпағы өздерінің билігін Әзірбайжанға да таратады. Осылайша Ирак пен Әзірбайжанның жерінде 100 жыл әмірін жүргізген жалайыр мемлекеті қалыптасты. 15 ғасырдың ортасында жалайырлардың көсемдері Сібір хандығының құрылуына да белсене араласады. Мысалы, жалайыр Қыдырғалибек 1584-1588 жылдары Сібір хандығында ханнан кейінгі екінші адам болды. Кейін дәл осы Қыдырғалибек орыстарға тұтқынға түсіп, кейін Қыдырғали Жалайыри деген лақабатпен қазақ тарихшыларының атасына айналады. Сонымен қатар жалайырлар қазіргі Қазақстан жеріндегі Ағорда мемлекетінің ықпалды руы болды. Мысалы, жалайыр Айтөлебек Ағорда жасақтарының бас қолбасшысы ретінде Орыс ханның ең сенімді серіктерінің бірі болып, ханнан Іле мен Қаратал өздерінің бойындағы жерлерді сыйға алады. Сол кезден бастап осы жерлер жалайырдың меншігіне айналып, жалайырлардың өздері болса толығымен Орыс ханның ұрпағының адал серігі болады. Кейін Орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек Ағорданы жаңғыртуға бел буғанда, оларға ең бірінші болып тізе бүгіп, Қазақ хандығын құруға көмектескен тура осы жалайыр болды. Осыдан бастап жалайырдың тарихы қазақ халқының тарихынан ажырамады. Жалайыр батырлардың ерекше танымал болған кезі қазақ жоңғар соғысы. Мысалы, жалайырдан шыққан Балпық би, Ескелді батыр, Қабан жырау сияқты батырлар күллі Жетісуды жоңғардан азат етуде керемет батылдық көрсетеді. Кейін жалайырдың арасынан қазаққа еңбегі сіңген басқа да керемет тарихи тұлғалар шығып, қазақтың беделінің өсуіне, қазақ мемлекетінің өсуіне, қазақ елінің өркендеуіне жалайырдың баласы аянбай еңбек етеді. Міне, атақты жалайыр руының қысқаша тарихы осындай. Яғни жалайырдың тарихы қазақ тарихының, ұлы дала тарихының, түркі тарихының ажырамас бөлігі деуге толыққанды негіз бар. Ендеше жалайырдың кім екенін біліп жүрейік ағайын. Ал қазақтың басқа руларының тарихын мен келесі бейнероликтерімде айтып беруге тырысамын. Себебі қазақ құрамындағы рулардың қайсы бірін алсаң да, барлығы қазақ тарихында өте үлкен және керемет рөл атқарған. Сондықтан да менің келесі эфирлерімді жіберіп алмай, осы видеоны барынша таратып, лайк басып, менің каналыма міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Және де соңында айтарым, есте сақтайық ағайын, қазақ халқы ешқашан руға бөлінбеген. Біздің ел руға бөлінбейді. Біздің ел рудан тұрады. Және де сол қазақ құрамындағы әрбір рудың тарихы керемет екенін өз видеоларымда дәлелдеп берем. Ендеше келесі эфирде кездескенше сау болайық ағайын.